Духовкадағы қой еті керемет дәмді болды, жұмсақ болды. Ең бірінші қойды тесіп аламыз. Ішіне маринадымыз дұрыстап кіру үшін. Пышақпен өстіп тесіп жаншып аламыз. Маринадымызға жарты лимонның согы, 2 сарымсақ керек. Оларды арнайы осы чеснокотавкада сығып аламыз. Сосын бұған 1 ас қасық зәйтүн майы, яғни оливковое масло. Сосын 1 ас қасық соевый соус қосамыз. Приправа для шашлыканы қосамыз. Және де розмарин, қой етінің жағымсыз иістерін кетіретін розмарин қосамыз. Мына ет аз болады деп ойлап, мен тағы да қабырға қосуға шештім. Қой етінің қабырғасы. Қой етін де ерекше дәмді қылып, духовкада шашлык сияқты қылып жасауға болатын осы әдісті сіздермен бөліскім келеді. Маринадты жағып 1 сағатқа қалдырсаңыздар да болады, немесе неғұрлым көп болса, соғұрлым көп жағдай жақсы маринад болса, дәмі жақсы болады. Онда целлофанды аламыз. Кез келген для тефтелек, для курицы деген сияқты арнайы целлофанды аламыз да, соған салып, арнайы жабатын жапқышымен жауып, духовкаға 200 градусқа 1,5 сағатқа қоямыз. Міне дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Алтынай.